Сен әрқашанда физикалық ұтыласың, бірақ та сенің жеңісіңмен аталып жатсаң, ол сенің табиғи берілген генетикаңа, сенің потенциалыңа мүлдем қатысы жоқ. Бәрі сені мына миыңда орналасқан ментальный ойында. Сен әрбір жаттығу жасаған кезде берілмеуің керексің. бір отжимание жасадық ба, одан кейін сенде ой пайда болады. Мен ұтылдым, болмайды, шаршатты, мен өлдім, мен біттім, бұны жасай алмаймын, бұл жаттығу мен ұнамайды, маған ұнамайды деген ойлар пайда болады. Міне, сен ол кезде сенің физикалық жағдайың күшің жетеді, бірақ та сен ол кезде миың оған қарсы тұрады. Сондықтан да сен әрқашанда потенциалдық жағдайың оған қатысы жоқ. Және де сенің генетикаң. Ең бастысы сенің миың өзіңді өзің басқа. Қорықпа, бәрі жақсы болады. Бұл шын сөз. Сен өз сөзіңді сен. Өз ісіңді сен, сонда бәрі жақсы болады. Бәрі тамаша болады. Ана жігіт айтады, мен барам, мен качкаға барам бүгін. Бірақ ертең айтады, мен көріп тұрған жоқпын, мен көріп тұрған жоқпын нәтижем. Қайда? Барлығына төзеді, барлығына шыдайды. Ол әрқашанда болады. Ол сен болуың керексің.